Ол бір жыл мектепте мұғалім болған, біраз жауапты қызметтер атқарған. Пиар саласының қыр-сырын жақсы меңгергендіктен болар үнемі журналистердің назарында жүретін. Қазір футболдан парламент командасының белді мүшесі. Әуесқой фото суретші. Жалғыздың үні шықпайтын жақсы түсінетін саясаткер әрі төменгі палата депутаты Мұрат Әбенов бүгін біздің кейіпкеріміз. Мұрат Әбенов жасы 44-те, бір ұл, бір қызы бар. Математика және информатика пәнінің оқытушысы, заңгер. 1990 жылы мектепте мұғалім. Араға бір жыл салмай Қызылорда қалалық білім беру бөлімінде инспектор. 3 айдан соң Қазақ мектеп-лицейі директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. 1992 жылы қалалық әкімдікте баспасөз және қоғамдық пікірді болжау маманы. 1993 жылдан 99 жылға дейін жеке кәсіпкерлікпен айналысқан. 1999 жылдан бастап Қызылорда облысы әкімі аппаратының ұйымдастыру және бақылау бөлімінде кеңесші. 2002 жылы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі басқарма басшысы. 2002 жылы аталмыш облыстың ішкі саясат департаменті директоры. 2005 жылы облыс әкімінің орынбасары. 2007 жылдың ақпанынан тамызына дейін облыс әкімі аппаратының басшысы. 2007 жылдың қыркүйегінен мәжіліс депутаты. 2008 жылы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Сондай-ақ ол Республикалық гандбол федерациясының вице-президенті. Саясат жаяу мысалардың іс емес. Сіз бұл жерге келу үшін не істеп, не тыңдарып үлгердіңіз? Байлықпен санайтын болсақ, жаяу мысалдарға жатамыз. Өзім шыққан жанұян, қарапайым жанұян деп айтуға болады. Мысалы, анам аспазшы болатын болса, әкем мұғалім болды. Егер ішкі мысалы дүние немесе алға қарай ұмтылысты айтатын болса, мен жаяу мысал деп өз-өзіңді айта алмайсың. Бірінші рет мемлекеттік қызметке конкурс болды. Ең бірінші мысалы соған қатысып көрдім. Ең бірінші рет ішкі саясат департаменті ашылды. Мен соған барып істедім. Барлық жерде бірінші болып жүрсіз? Жоқ, мен ойымша, жаңалықтан қашпау керек. Ол кейбір адамдар айтады, мысалы, біз байқауымыз керек, күтейік деп. Мен ойымша, мысалы, қауіптен қорқа берсе, тәжірибе жинамайсың. Ал тәжірибе алмау бұл үлкен қателік. Сол себептен әр тіршілік, жаңа тәжірибе алға сүйрелейді. Сіздің шынымен бұқараға жаныңыз ашиды ма, әлде ол депутаттық қызметтің бір негізгі талаптарының бірі болғаннан кейін халықпен жақындасып, сайлаушылармен жүздесіп жүресіз бе? Бір күнде өзгеріп, бір халықтың қамын ойлайтын адам болып қалу қиын. Осы уақытқа дейін, мысалы, қай жерде жүрсең де, мысалы, көпшіліктің арасында жүрміз, халық өз бағасын береді. Мен өзіме дәл осындай деп баға бермеймін. Халыққа ұнайым деп өтірік айту менің принципіме жатпайды. Команда деген бар, қазір. Командада жұмыс істеу, біреудің жаңағы командадағы бар адамның үдесінен шығу, кез келген жанның қолынан да келмейді, кез келген жанның оған шыдамы да жетпейді. Сізде қалай бұл жақ? Мемлекет тұрғыда айтатын болсақ, бәріміз, мысалы, елбасының командасымыз, Нұр Отан саяси партиясының командамыз. Ол жағынан айтатын болсақ, ол команданың бір үлкен мүдделер, үлкен мақсаттары бар. Ондай командаға жұмыс істеу де, көну де тәртібіне, мысалы, әрлікпен қарап, мысалы, әр нәрсеген дұрыс шешу де ол жақсы, мысалы, оған көнуге болады. Кіші команда деген кету керек, ол кететті. Қазір заман талабы қандай, мысалы, қай қызметте жүрсін? Кіші команда деген ұрумен, топпен, жерлестікпен, бір қаржы топтар бар, сондай командалар бар. Ол бізде құртатын сол. Сыбайлас жемқорлыққа әкеліп соқтыратын сол. Қызметте дұрыс шешім жасалмайтын да сол. Себебі команданың мүддесімен жасайды. Ол өте қиын. Команданың көңілінен шығу үшін, ұнау үшін қандай қасиеттер, қандай мінез болу керек сол азаматтардың бойында? Ең бірінші кезекте жақсы идея болу керек. Екінші профессионализм, жаңағы маманданған жақсы маман болу керек. Үшіншісі ауызбіршілік керек. Онсыз болмайды. Қалай ойлайсыз? Сіз экономистсіз, есеп қисапқа жақынсыз. Математиксіз. Маңдай шеріңмен тапқан ақшаны жұмсаған оңай ма, әлде мемлекеттің қаржысын шашқан оңай ма?
маңдай термен тапқан ақша жұмсау оңай емес. Себебі сен еңбекпен тапқаннан кейін бағалайсың. Екінші жағы оңай, себебі біреуге бір жоқ, өз ақшаңды тапқан. Екінші жағы, мысалы, бір жағы ойланасың, екінші жағы біреуге бір көмек болып, бір қажет болған кезде көмектесу оңай, себебі өзің таптың, соған бір көңілің жақсарады, себебі қолынан келді. Мемлекеттің қаржысы әрине үлкен жауапкершілік. Қазіргі кезде сол себептен оны сұрау көп. Бір адам ұялғаннан дұрыс жұмсайды, екінші жағынан қорыққаннан дұрыс жұмсау керек. Басқа оның әдістері жоқ. Білесіз бе, айту оңай, кез келген нәрсені. Мысалы, менің ұстанымым осындай, өмірлік қағидам осындай. Негізі депутат болғаннан кейін мынадай қызметтерді адал атқаруымыз керек, аманатқа қиянат жасамау керек деп айту, әдемі сөйлеу. Жалпы барлығының қолынан келеді, бірақ соны жүзеге асыру келмейді. Енді ол құр сөз айту дәлелі болмағаннан кейін әрине болмайды. Оны дәлелі жұмыстың нәтижесі. Нәтижесі жұмыс деген адам болатын болса, ол ұзаққа бармайды ғой бәрі. Осы парламенттегі жеңілісіңіз бен жеңілісіңіз қайсысы сіздің? Енді дәл менікі деп бөлек айтуға болмайды, себебі бұл қоғамдық жұмыс, көпшілік ұжым болып шешілетін нәрсе. Бірақ мен кейбір көтерген мәселелер мысалы шешілім тапты. Мысалы, мұнай компанияларына қатысты ластаушы заттарды ауылға жіберген, мысалы, өткен жылы бұл мәселені көтердік. Салық кодексінің шешімін тапты. Арал мәселесіне қатысты проблемалар көтердік, ол шешімін тауып жатыр. Күрішшілердің проблемасын көтердік, ол шешімін тапты. Ал мүлт кеткен жерлеріңіз қайсысы онда? Қателер бар. Мысалы, заң жобаларында қабылдаған кезде, кейбір кезде бір жұмыс көлемі көп, сапалы барлығын қарай алмайсың. Мысалы, өз жұмыс тобына кірмейсің, бірақ сол заңды әттегені сол өтіп кетті. Мен сол кезде бір басқаша қарауым керек екендігі. Бір жағынан ақпарат жетіспейді, бір жағынан уақыт жетіспейді, бір жағынан мүмкін өзінің бір іскерлігін, білімін жетпей қалатындай жерлер бар шығар. Оны барлық біз қабылдаған заң бәрі дұрыс деп айтатын болсақ, кейін қайтта неге дұрыстап қабылдаймыз? Әрине өмір өз өзгерістерін жасайды, бірақ бізде өмірдің соңына ермей, осындай жағдай болды екен демей, сол болатын жағдайды болжап алдын алуымыз керек. Жалпы парламентте жұмыс істеу бұл да маманданатын нәрсе. Қиын емес, қызық, Енді қиын деп айтатын болсақ, ол өзінің мүмкіншілігіне сенбейтін сияқты болсын, қызық деп айтады. Бірақ еңбекті талап етеді. Сіз жастар мәселесін көп көтересіз. Не байқап, не көріп, не елеп жүрсіз? Жастардың проблемасын қаржыландыру мәселесі үлкен проблема. Қай облыста болсын, республика деңгейде болсын, қаржы бөлінсе, бірінші қысқаратын сол. Ол жерге тек қана қалған ақшаны береді. Егер мысалы әр адам санын есептейтін болса, қазір Қазақстан тұрғындарының 30%-нан астам жастар. Бірақ оларға бөлінетін қаржы көп емес. Көп жағдайларда тек қана ұрандап қана жасаймыз, ал кейін оны ұмытамыз. Жүйелі түрде жасалған шаралар өте аз. Екінші, өткендегі мемлекет қызметке мораторий болған кезде де, мысалы, өте қате жасаған нәрсе деп есептеймін. Мысалы, сондай сияқты проблемалар бар. Жастар кездескен кезде бұл проблемаларды қояды. Түпкі мақсатым әрине мен өзім балдарымда бар жас. Мысалы, балдарыма дос болып, солардың проблемасын, мысалы, солармен бірге шешкен дос көремін. Және солардың өздерімен ақылдасып. Мүмкін қазіргі жастар мен өз балдарыммен жасты болғаннан кейін балдарыма сияқты қарайды.